Сәлем сұлулар, бүгін керемет салат жасайтын боламыз. Өте дәмді 40 қабатпен сәбіз қосылған, яғни капустамен сәбіз қосылған салат жасайтын боламыз. Әуелі 400 грамм капустамызды 4 бөлшектеп турап аламыз. Осылай, яғни кубик-кубик турап аламыз да. Осылай турап аласыздар да. Егер мөлшерін көп істеймін, адам көп келеді деп қонаққа істейміз ғой, енді өзіміз жеуге, үйде адам көп болса. Мысалы үшін, қазір мен 700 грамның салатын жасап жатырмын. Сіздер осы 2 капуста қосып, сәбізді де молда қосып, 2 приправа қоссаңыздар болады. Чим-чимдікін қолданамын қазір мен. Осылай сәбізді де күштен өткізіп аламыз. Егер менің YouTube каналымдағы істеп жатқан салаттарым, тәттілерім сіздерге ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, жоғарыда тұрған қоңыраушаны басып кетіңіздер. Комментария жазып кетіңіздер. Осылай өткізіп алдық. Осы чим-чим приправасын қосамыз. Ішінде майы да бар, дәмдегіштері де бар. Тұз да қоспайсыз бұған. Тұзы да бар ішінде. Осылай араластырамыз. Міне осылай араластырып алдық әдемілеп. Майы бәрі орнында болады. 700 граммдық салат шығады. Енді ыдысымызға салып, холодильникке 3 сағатқа қойып, 3 сағаттан кейін жей беріңіздер. Ас болсын.